Көрермендер, бүгін біз ұзын шашқа арналған шаш үлгілерін көрсетеміз. Ол үшін бізге арнайы шаш бұралғыш құрал қажет болады, және де гофре. Олай болса бастайық. Біз шашты кішкене бөліп аламыз артынан. Қатты қалың емес бұл. Кішкене шаш қатырғышты алыстан аз мөлшерде сеуіп, шашты 8 қылып бұралаймыз, орап. Бұл үйде жасағанға өте ыңғайлы. Егер осындай шаш бұралғыш құрал болса, тез арада азанда қалың қылып алып, осындай толқын жасаса болады. Шаш бұралғыштың температурасы, ол әр шашқа әрқалай температура таңдау қажет. Қазір осындай жағдайда, біз осындай қалың, қатты жағдайда біз 220 градусты таңдадық, өйткені қатты ұстау үшін. Егер аз температура болған жағдайда дұрыс бұралынбайды. Осындай толқын жасау үшін арнайы өзінің әдістері болады. Ең алдымен шаш бұралғыш құралды шаштың астына қойып, қолмен бұлай бұрап отыру қажет. Егер шаш жұқа болған жағдайда, оған міндетті түрде жұқа қылып алғанды жөн көреміз, өйткені жұқа қылған сайын ол жаңағы көлем береді, шашты көлемді қылып көрсетеді. Сол себептен жұқа қылып алған дұрыс, жұқа шаштарға. Міне біздің шаш үлгіміз дайын, әрдайы әдемі болып жүріңіздер.